Өзгерістің ең қиын жері кешегі таңдауды бүгін қайталамау. Ал сен басқа таңдау жасауға шешім қабылдаған сәттен бастап дайын бол. Өзіңді жайсыз сезінесің. Бұл бейтаныс. Бұл белгісіз. Сен үйреншікті аймақтан шығып, белгісіздікке қадам басып жатырсың. Бұрын сана қожайын еді, ал дене қызметші болатын. Ал қазір керісінше, дене басқаруда. Дене танысты жақсы көреді. Ол бірдей азапты жақсы көреді. Бірдей ауырсынуды, бірдей өзін өзі бағаламауды. Ол жылдар бойы солай үйренген. Сондықтан сен белгісіздікке шыққанда дене бірден қарсы шығады. Ол былай дейді: белгісіздіктен гөрі кінә сезінгенім жақсы. Кемшілікті сезінгенім жақсы. Өйткені болашақты болжай алмаймын. Сол сәтте дене санаға әсер ете бастайды. Басында дауыстар шығады. Ертең бастайсың, бүгін емес. Қазір уақытың жоқ. Бір тілім торт жей сал. Сен бәрібір істей алмайсың. Бұл сенің ата-анаңның кінәсі. Бұл бұрынғы қарым-қатынасыңның кінәсі. Бұл қоғамның кінәсі. Егер сен осы ойларды шындық деп қабылдасаң, ескі бағдарлама іске қосылады. Ол ой сол баяғы таңдауға апарады. Сол таңдау сол баяғы әрекетке әкеледі. Сол әрекет сол баяғы тәжірибені тудырады. Ал тәжірибе сол баяғы сезімді береді. Сонда адам айтады: бұл маған дұрыс сияқты. Жоқ, бұл дұрыс емес. Бұл тек таныс. Өзгеріс ескі меннен жаңа менге өту. Бұл биологиялық деңгейде ескі тұлғаның өлуі. Әрбір ой мида химиялық реакция тудырады. Ми сол ойға сәйкес химиялық сигнал жібереді. Ал дене сол сигналды сезім ретінде қабылдайды. Яғни, ой сезімге айналады. Қуанышты ойласаң, қуаныш сезесің. Шабыттандыратын ойласаң, шабыттанасың. Ал егер сен ашулы ойласаң, өзіңді кемсітсең, денең де сол күйге кіреді. Ми дофамин бөледі. Сен бір нәрсені күткенде, сен қуана бастайсың. Ал жек көрушілік ойлар басқа химияны іске қосады. Сонда сен ашулы, ренжіген, лайықсыз сезінесің. Егер сен жылдар бойы мен жеткіліксізбін деп ойлап жүрсең, сен сол күйде өмір сүресің. Сен сол адамға айналасың. Біз не ойласақ, не сезсек, соның бәрі біздің болмысымызды қалыптастырады. Қайталанған ой әдетке айналады, ал әдет бейсаналы бағдарлама. Басында сен әр ойды саналы түрде ойлайсың, дәл көлік жүргізуді үйренгендей. Ал біраз уақыттан кейін сен ойламайсың, денең өзі істейді. Сол сияқты ойлауда. Қайталанған ойлар бейсаналы ойларға айналады, ал бейсаналы ойлар сенің өміріңді басқарады. Сондықтан өзгеріс үшін ең алдымен біз өз ойларымызды байқай білуіміз керек. Ойды бақыла, бірақ жауап берме. Ойға ерме, оймен күреспе. Тек байқа. Сол кезде ол ой химиялық реакция тудырмайды. Ал реакция болмаса, ескі әдет бұзыла бастайды. Сен енді сол бағдарламадан бөлек тұра аласың. Сонда сен ойларыңа билік ете бастайсың. Осылайша мидағы ескі байланыстар бұзылады. Жаңа көзқарас, жаңа әдет. Жаңа әдет, жаңа болмыс. Молшылық ақша туралы емес. Молшылық кімге айналғаны туралы. Ескі тұлғаны жеңу, жаңа тұлғаға айналу. Бұл процесс ыңғайсыз. Себебі сен белгілден белгісізге өтіп жатырсың. Көп адам сол жерде тоқтайды. Олар ауырсынуды, жетіспеушілікті, ренішті таңдайды. Себебі ол таныс. Ал сен енді басқаша таңдауың керек. Ақшаға шағымданба, өзіңді кемсітпе, басқаларды кінәлама. Бұл ойлардың бәрі ескі шындықты ұстап тұр. Өзгеріс сыртта емес, өзгеріс іште. Егер сен басқа нәтиже қаласаң, ойынды өзгерт. Сезімінді өзгерт, әрекетінді өзгерт. Сен басқа адамға айналуың керек. Ой мидың тілі, сезім дененің тілі. Екеуі бір бағытта болса, сен қуатты сигнал таратасың. Егер ойын байлықты қаласа, бірақ өзіңді кедей сезінсең, нәтиже болмайды. Бұл үйлесімсіз сигнал. Ал ой мен сезім біріккенде, сен жаңа болмыс күйіне өтесің. Сол кезде сен жаңа шындықпен сәйкес келе бастайсың. Нәтиже күтпеген жерден келеді.
Сен оны алдын ала болжай алмайсың, және дәл солай болуы керек. Егер сен бәрін бақылағың келсе, сен өткенді қайталайсың. Ал егер сен сеніммен жіберсең, жаңа мүмкіндік пайда болады. Ниетің айқын болсын, ал қалай болатынын бақылама. Белгісіздікке сен. Сол жерде нағыз өзгеріс басталады.